Ердің қадірін асыратында әйел. Оқыған Ләззат Әлдибай. Арнама жазылып қолдап отырыңыздар. Заманында бір елдің дәулетіне дәулеті, әулетіне әулеті, сәулетіне сәулеті сай, бақталас Ерден Елеукен деген екі би өтіпті. Шаршы топта сөз алғанда алдына жан салмайтын ерлердің абыройы, ел ішінде адам айтса нанғысыз екен. Бірде Ерден бидің елі жаз жайлауға үдере көшіпті. Ақ шаңқа үй, ақ отаулары 90 түйеге жүк болыпты. Үргеніштен бет алған керуендей қыстаудың маңында қырдан аса бергенде 40 жігітімен Елеукен би көшіп бара жатқан Ерден бидің елінің үстінен сау ете түсе қалады. Қысылтаяң шақта қымсынып қалған Ерден би сасыңқырап қалады. Сонда Айкүміс бәйбішесі 12 қанат ақ отауын артқаннарды шөгеріп жіберіп, қалың жиденің көлеңкесіне 2 керегесін іргелік қылып, үстіне қалы кілемін жабады. Астарына түсті текеметін төсеп, үстіне пүліштен құраған құрақ көрпешесін салады. Би жантайып жатсын деп құс жастығын береді. Қонақтар жайғасып отырам дегенше, бұлақтың суына қайнаған 2 иығымен демалып, қос жез самаурын келеді. Дастарханның үстіне бара бәйбіше құстың үстінен басқан бәрін қояды. Қойдың біріне сақталған сары май, тападан түскен ыстық нан, жент, таудың қиыршық тасындай шақпақ қант, шекер қосылған талқамен бірге тары қосылған шайды кәрлен кесеге құйып буын бұрқыратып бергенде, таңғы шай қысып келе жатқан қонақтардың шекелер шылқып қоя береді. Шәй ішіп бола бере қайнаған қазаннан құлынның етін түсіреді. Балбыра піскен жас еттің артынан қысырақтың қымызы келеді. Ауыз ашып болғанша көз ілестірмейтін жылдамдықпен асын беріп қонақтардың көңілінен шығып жатқан Айкүміс бәйбішенің абыройы Елеукен бидің алдында сәт санап өсе береді. Ерден бидің бәйбішесіне ырза болғаны сондай, ас ішіліп болғасын Елеукен би бара бәйбішеге ұзақ батасын береді. Көштерің көлікті болсын деп, аузы дуалы би Айкүміс бәйбішенің дастарханынан ырза болып аттанады. Былай шыға бере би қасындағы жігіттеріне: осы елдің ішінде кімнің абыройы биік, менікі ме, әлде Ердендікі ме, дейді дым білмегендей болып. Әрине сіздікі, деп атқосшылар жамырай жөнелгенде: ей жігіттер, әділ болыңдар деген бидің даусы қатқылдау шығады. Айкүмістің асын ішіп Ерденнің төсегін тілмеңдер. Мен көштің үстінен Айкүмісті сынайын деп әдейі түстім. Жұрт айтса айтқандай екен, Айкүміс атына заты сай текті қатын екен. Ерденнің өлген жері осы ғой деп едім, Айкүміс бәйбіше байының жымын да білдірмеді. Азаматтың айыбын жасыратын дастарханы ғой, жеген ауыз ұялар деген Ерденнен кемшілік таба алмай келе жатырмын. Әуел бастан жігіттің атын шығаратын 3 дүние бар. Ол астындағы аты, қойнындағы қатыны, жайған дастарханы. Ерден бидің осы 3 дүниесі түгел екен. Соған көзім жетті. Мен Ерденнен емес, Ерден менен биік екен. Мен бүгін соны білдім. Себебі оның айыбын жасырып, абыройын асыратын Айкүмістей бәйбішесі бар. Ал ондай жатыр асыл Айкүмістей қатын менде жоқ. Менің Ерденнен аласа түсім осы. Қонақ қыдырып жүреді, қызыр артынан шұбырып жүреді деген. Бақ қараса қызырдар еді. Ерденге неге бақ қарады десем, Айкүміс бәйбішесінің дастарханның арқасында қызырдарған екен ғой. Оны мойындау керек. Досың адал, дұшпаның мәрт болсын деген қазақ. Мәрттігімді танытпасам, адамдығым қайда деп Елеукен би әңгімесін әрі жалғайды. Оу жігіттер, елдің иесі болам десеңдер, сөздің киесі қонсын десеңдер, істің жүйесін білем десеңдер, жар таңдаудан қателеспеңдер. Алғаның жақсы болса, иманың мен жиғаныңның дұрағы, жаныңның аққан жүрегіңнің кәусар бұлағы емес пе, деген. Ондай жарды тапсаңдар, қатыныңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі деген емес пе атам қазақ. Отбасымнан береке арылмасын десеңдер, алған асыл жарларыңмен тату дос болыңдар ағайын деп Елеукен би сөзін аяқтапты. Бүгінгі әр қазақтың қызы сол баяғы Айкүміс бәйбішенің сіңілісі емес пе? Әйелдің жақсысы қосылған жарының есіктегі басын төрге сүйреп, қандай күтіп өзі ханшайым болады. Жаман қатын ерін жүндей түтіп, төрдегі басын есікке сүйреп, ізі күндей күңіреніп өтеді.
әр қазақтың жігітінің бойындағы қасиетін ашып, қадірін асыратын қазақтың текті қыздары көп болсын. Ай күмістің сіңіллері, сендер аман болыңдар. Елдің де, ердің де құты сендерсіңдер. Бір қолдарыңмен бесік тербесіңдер, енді бір қолдарыңмен әлемді тербеп, жатқандарыңды ұмытпаңдар. Ай күмістей арулар. Рахмет.